записьті басайын. Енді қараңыздар, біз осы уақытқа дейін натурал көрсеткішті дәреже туралы танысып шықтық. Оны есептерді шығару барысында қалай қолданатынын, негіздері бірдей, көрсеткіштері әртүрлі болатын есептерді ықшамдап қалай есептеу керек екенін үйрендік. Енді біз сол есептерді, яғни дәрежесі бар өрнектерді түрлендіру тақырыбына есептер шығаратын боламыз. Тақта көрініп тұр, Жақсы. Қазір біз менен төмен қарай жылжиды екен. Енді қараңыздар. Мысалға, жарықтың бірінші мысалдан бастап қарастырып кете берейін. Жарық жылдамдығы 3 көбейтілген 10-8 дәрежесі дейді. Жарықтың жылдамдығы 3 көбейтілген 10-8 дәрежесі. Яғни жылдамдықты белгілейміз. 3 көбейтілген 10-8 дәрежесі метр секунд. Күннен жерге дейінгі қашықтық, яғни S бізде 1,5 көбейтілген 10-11 дәрежесі метр. Осы қашықтықты жарық қанша уақытта жүріп өтеді? Яғни бізде бұл жерде тыны сұрап тұр, уақытты. Жылдамдықты табу, қашықтықты табу, уақытты табу формуласын білеміз біз. Сол жердегі уақытты табу формуласын қолданамыз. Яғни S-ті V-ға бөлеміз. S бізде 1,5 көбейтілген 10-11 дәрежесі болып тұр. Ал қашықтықты жаздық, жылдамдық бізде 3 көбейтілген 10-8 дәрежесі. Енді қараңыздар, қазір 1,5-ті 3-ке бөлу шамалы қиындау болады. Сондықтан мен дәрежедегі 11-ден 1-0 аламын. Яғни 10-ды 1,5-ке көбейтсем 15 шығады. Көбейтілген 10-10 дәрежесі болып қалды. Жаңа 11 еді. Енді үтірт жыл шыққаннан кейін дәреже 10 болып қалды. Бөлу 3 көбейтілген 10-8 дәрежесі. 15 пен 3 қысқарады. 1, 5. Сонда 10-8 дәрежесі мен 10-2 дәрежесі азайтылады. Негіздері бірдей болып тұр, 10 болып тұр. Сонда жауабымыз біздің шығады 5 көбейтілген 10-2 дәрежесі. Осы есеп түсінікті ма? Түсінікті, Бұл есепті қазір видеодан тағы да көріп шығасыңдар. Түсініксіз болған жерлер бар болса, сұрақ қоясыздар. Жақсы, келесі есепті көрсетейін. Келесі бізде өрнектің мәнін есептеңіздер. Яғни мынандай бір өрнек беріліп тұр. Бірінші есеп дейді. 2-ның 3 дәрежесі, сыртынан тағы 3 дәреже, дәреженің сыртына дәреже. Яғни бұл дәрежені дәрежеге шығару деген тақырыпты қолданамыз деген сөз. Бөлу 32 бөлімінде 64-тің квадраты. Осы жерде қандай есептеуді қолдансақ болады деп ойлайсыздар? Не істейміз деп ойлайсыздар? Кімде қандай ой бар? Бөлісе отырыңыздар. Не істеуге болады осы есепте? Қалай шығарамыз? Ешкімде ешқандай идея жоқ па? Бұл есепті шығару үшін негіздерін бірдей қылып аламыз. Яғни 2 тұр мына жерде 32-де 2-ның қандай да бір дәрежесі 32-ге тең болады. 64-де 2-ның қандай да бір дәрежесі 32, 2-ның неше дәрежесі? Ақмарал деген кім бізде? Ақмарал. Кім Ақмарал деген? Аты жөніңді айтшы. Ерғали Ақмарал.
Ерғали Ақмарал сен ба? Так, 32 2-нің неше дәрежесі? 2-нің 4 дәрежесі. 2-нің 4 дәрежесі. Бұл толғанайдың дауысы ма? 2-нің 4 дәрежесі бізде 16 болады. 32 дегеніміз сонда 2-нің неше дәрежесі? 8. 5 дәрежесі. 2-нің 5 дәрежесі. Міне, бірінші дәрежеге шығарамыз. 2-нің 3 дәрежесі мен сыртында 3 дәреже көбейтіліп, 2-нің 9 дәрежесі болады. Көбейту 32 2-нің 5 дәрежесі екен, иә? Бөлшектің бөлімінде 64 2-нің неше дәрежесі? 6 дәрежесі 6. 6 дәрежесі. 2-нің 6 дәрежесі. Оның сыртында тағы 2 дәреже бар, иә? Тең. Енді бөлшектің алымынан неше шығады? Қай қасиетті пайдаланамыз? Негіздері бірдей болған кезде дәрежелердің көбейтетін болсақ, дәрежелер не істелінеді? Қосамыз. 14 болады, иә? Ал бөлшектің бөлімінде 2-нің 6 дәрежесінің сыртында тағы 2 дәреже неше шығады? 2-ден 12. 2-нің 12 дәрежесі. Енді негіздері бірдей болып тұр, бөлуді орындауымыз керек. Демек, дәрежелер азайтылады, иә? 14-тен 12-ні азайтамыз. 2-нің 2 дәрежесі қалады. Бұл бізде 4-ке тең. Түсінікті ма? Негіздерін бірдей қылып алады екенбіз, бұндай есептерде бізге сонда шығаруға оңай болады екен. Келесі есепті көрсетейін. Үшінші мысал, 13-тің 4 дәрежесі дейді. Так, 13-тің 4 дәрежесі көбейту 11-дің 7 дәрежесі көбейту 5-тің 9 дәрежесі 13 көбейтілген 11-дің 6 дәрежесі көбейту. Так, бөлу екен. Бөлу 13-тің 6 дәрежесі көбейту 11-дің 4 дәрежесі көбейту 5-тің 8 дәрежесі. Бөлшектің бөлімінде 13-тің 4 дәрежесі көбейту 11-дің 3 дәрежесі тең. Енді қараңыздар, осы жерде егер негіздері бірдейлер бар болатын болса, солармен амалдарды орындап аламыз. Бірінші бөлшегімізде біздің 13-тің 4 дәрежесі бар, бөлшектің бөлімінде 13 бар. 13 жалғыз тұр, оның дәрежесі қаншаға тең деген сөз? 0. 0 емес. Егер 13-тің дәрежесі 0 болса, ол 1-ге тең болып қалатын еді. 13-тің 0 дәрежесі ол 1-ге тең. Демек, қазір 13-тің дәрежесі қанша болып тұр? 1-ге тең болып тұр, иә? 13-тің 1 дәрежесі 13-ке тең. Кез келген санның 1 дәрежесі 13-ке тең. Егер берілген санда дәреже көрініп тұрған жоқ болса, демек, оның дәрежесі 1 деген сөз. Сонда біз 13-тің 4 дәрежесінен 13-тің 1 дәрежесін азайтамыз. Қанша қалады? 13-тің 3 дәрежесі. 3 дәрежесі қалады. 11-дің 7 дәрежесі мен 11-дің 6 дәрежесін азайтсақ, 11-дің 1 дәрежесі қалады. Ол 11-ге тең. Иә? Сосын тағы да 5-тің 9 дәрежесі бар. Бөлшектің бөлімінде қандай сан қалды бізде? Ешқандай сан қалған жоқ. Сондықтан бұл 1-ге тең деп жазамыз. Бөлу. Екіншісін есептейміз. 13-тің 6 дәрежесінен 13-тің 4 дәрежесін азайтсақ? 13-тің 2 дәрежесі. 13-тің 2 дәрежесі. 11-дің 4 дәрежесінен 11-дің 3 дәрежесін азайтсақ? 11-дің 1 дәрежесі. 11-дің өзі қалады, 1 дәреже, оны жазбаймыз. Және бізде 5-тің 8 дәрежесі бар екен. Бөлшектің бөлімінде тағы да 1 қалды. Енді тең. Енді бұны есептеу үшін қараңыздар. Бірінші өзін жазып аламын, біріншісінің өзгертпей. Көбейту 11-дің көбейту 5-тің 9 дәрежесі 1 бар. Көбейтуге айналады. Мына бөлшекке кері бөлшек жазам, яғни 1 алымына кетеді. Бөлімінде 13-тің квадраты 11 және 5-тің 8 дәрежесі бар. Міне, осы жерде жай бөлшектерді көбейту қасиетін қолдансаңдар да болады. Немесе
қазіргі өтіп жатқан тақырыбымыз қысқартуды орындасақ та болады. Мысалға 11-дің 3 дәрежесі мен 11-дің 2 дәрежесі қысқарса қанша қалады? Ой, 13-дің 3 дәрежесі мен 13-дің 2 дәрежесі қысқарса қанша қалады? Дәрежелер азайтылады, иә? 13-дің 3 дәрежесі мен 13-дің 2 дәрежесінен 13-дің 1 дәрежесі қалады. 11 алымында тұр, мына 11 бөлімінде тұр. Екеуі қысқарып кетеді. 5-дің 9 дәрежесінен 5-дің 8 дәрежесін азайтсақ қанша қалады? 5-дің 1 дәрежесі. 5-дің өзі қалады, иә? 5-дің 1 дәрежесі 5-ке тең. Сонда 13 көбейту 5 қалды. Бұл 65-ке тең екен. Түсіндік па ана есепті? Иә. Жақсы, өте жақсы. Келесі мысалды көрсетемін. Так, келесі бізде номері 4. 4-ші мысалда бітеді. 3-дің 40 дәрежесі мен 2-ның 40 дәрежесін көбейткенде 33-дің 20 дәрежесі. Осы екеуін салыстыр дейді. Жылшыша қойғызылайын. Енді қараңыздар. Бұл есептерді салыстыру үшін біз мына қасиеттерді қолдануымыз керек. Е негіздері бірдей болу керек. Е дәрежелері бірдей болу керек. Мысалға, бірінші есепте қарасаңыздар, 3-дің 40 дәрежесі көбейту 2-ның 40 дәрежесі. Бұл негіздері бірдей болып тұр. Демек, біз мына қасиетті қолданып көбейтіп алсақ болады. Мысалға, А-ның М дәрежесі көбейту В-ның М дәрежесі. Бұл бір жақшаға алып, А көбейтілген В-ның М дәрежесі деп жазуға болады. Сонда 3-ның 40 дәрежесі мен 2-ның 40 дәрежесі 6-ның 40 дәрежесін береді екен. Бұл қасиет тек қана дәрежелері бірдей болғанда ғана қолдана аламыз. Енді қараңыздар, 6-ның 40 дәрежесі мен 33-ның 20 дәрежесін салыстырамаймын. Әлі дәрежелері де бірдей емес, негіздері де бірдей емес. Бәрі әртүрлі болып тұр. Демек, мен Е33 пен Е6 мен бір нәрсе жасауым керек, бір амалды орындауым керек. Ол үшін бүйтейік. 6-ны біз бүйтіп жазсақ бола ма? 6-ның 40 дәрежесі деген сөз 6-ның квадраты сыртынан 20 дәреже десем. Бола ма? Болады, иә? Бұны егер мен дәрежеге шығарсам, 6-ның 40 дәрежесі қайтадан шығып тұр. Демек, дұрыс екен. Сонда бұл бізде 6-ның квадраты 36, 36-ның 20 дәрежесі болады екен. Енді салыстыруға келеді. 36-ның 20 дәрежесі үлкен ба? Жоқ, 33-дің 20 дәрежесі үлкен ба? 36. Әрине, 36-ның 20 дәрежесі үлкен. Түсіндік па? Иә. Жақсы. Енді, мына жерде қандай мысалдар бар? Мына мысалды көрсетейін. 6-шы мысалды көрсетейін. Шамалы күрделілеу сияқты. Так. Номер 6. Бізде бітеді. Жақшаның ішінде минус 3-тен 1-дің x6 дәрежесі, y минус 7 дәрежесі. Және минус 2. Көбейту 9-дің минус 1 дәрежесі, x-дің 13 дәрежесі, көбейту y-дің минус 13 дәрежесі. Тең. Так. Осы амалды орындауымыз керек. Енді қараңыздар, бұл жерде біз қазір бірнеше қасиетті қолдануымыз керек. Мысалға, теріс сандарды дәрежеге шығару. Теріс дәрежелермен жұмыс жасау. Теріс дәреже, ол мына жаққа бір-екі формуланы жазып жіберейін мен. Қараңыздар, мысалға, А-ның минус n дәрежесі деген сөз, ол 1 бөлінген А-ның n дәрежесі деген сөз. Бұл формуланы жаттап та алған шығарсыздар, бірақ есептердің арасында қолданғаны шамалы күрделілеу болады. Мысалға, 2-ның минус 3 дәрежесі деген сөз, ол 1 бөлінген 2-ның 3 дәрежесі деген сөз. Ал егер 2-ден 1-дің минус 2 дәрежесі десек қандай болады? Онда міне дәрежедегі минус пен 1 екеуі жойылып кетеді. Сонда бұл 2-ның 2 дәрежесі
4-ке тең деген сөз. Оны осы формулалар біздің есімізден шықпау керек. Мына мысалдар қолданған кезде қандай болады? Тура осы формуланы қазір біз қолданайын деп отырмыз. Минус 3-тен 1-дің минус 2 дәрежесі деген сөз. Мына бірімізбен мына минус жойылып кетеді. Демек, минус 3-тің 2 дәрежесі деген сөз. Тура сол сияқты ішіндегі барлық көбейткішті мен минус 2 дәрежеге шығарамын. X-тің 6 дәрежесін минус 2-ке көбейтемін, минус 12 болады. Y-тің минус 7-сі мен минус 2 ол Y-тің 14 дәрежесі болады. Көбейту 9-дың минус 1 дәрежесі қаншаға тең? 9-дан 1. 9-дан 1. Және бізде X-тің 13-і бар, Y-тің минус 13-і бар. Енді қараңыздар, осы жерде минус 3-тің квадраты 2 теріс санды көбейтетін болсам, оң сан шығатын білеміз, е? Яғни минус 3-тің 2 дәрежесі ол 9-ға тең. Сол 9-бен мына жақтағы 9-дан 1-ді қысқартып жіберуге бола ма? Болады, е? Ары қарай бізде X-тің минус 12 дәрежесі мен X-тің плюс 13 дәрежесі қалды. Яғни былай міне. Көбейту Y-тің 14-і мен көбейту мына жақта Y-тің минус 13-і қалды. Тең. Енді қараңыздар, мыналардың негіздері бірдей болып тұр. Демек, дәрежелер қосылады. Минус 12-ке 13-ті қосса қанша шығады? Бірінші Y жазып жібердім. X-тің минус 12-сі мен X-тің плюс 13-ін амалды орындайтын болсақ, осы жерде минус 12 қосу 13 болады. Одан X-тің өзі шығады. X-тің 1 дәрежесі шығады. Y-тің 14 дәрежесіне Y-тің минус 13 дәрежесін қосатын болса, 14-тен 13 азайтылып кетіп, Y-тің өзі қалады тағы да. Сонда жауап X, Y екен. Түсінікті ма? Иә. Жақсы. Енді мен осы есептерден қазір 9-да 1-ді, 9-да 2-ні және 9-да 3-ді орындаймыз. 9-да 3-де өрнекті ықшамдап барып орындауымыз керек. Қазір мен 9-да 1-ден бір үлгі көрсетемін. Қалған 3 есепте соған ұқсас екен. Так. 9-да 1. 9-да 1-де не дейді бізде? Өрнекті ықшамда дейді. Яғни негіздері бірдей бірнеше өрнектер болуы мүмкін, немесе негіздері әртүрлі өрнектер болуы мүмкін. Бірақ біз негіздері бірдейлерді ғана ықшамдай аламыз. Яғни А болса Алар мен Аларға амалдар қолданасыңдар, X болса X пен X-терге амалдар қолданасыңдар, санға санмен амал орындай аламыз. Болды. Енді бұл жерде 9-да 1 емес 9-да 2-ні көрсетейін, шамалы күрделілеуін. X-тің 2 дәрежесі, Y сыртында 6 дәреже, дәреженің сыртында дәреже. Так, X-тің 5 дәрежесі, көбейтілген Y-тің 3 дәрежесі. Бұның сыртында квадрат. Көбейту X, Y. Енді әр қайсын жеке-жеке квадратқа шығарам. Ол дегенімізде, мысалға X-тің квадраты көбейту Y тең 6 дәреже. Мына тұрған 6 дәреже жақшаның ішіндегі барлық өрнекке тиісті. Демек, X-тің квадратының 6 дәрежесі, X-тің 12 дәрежесі болады. Так. Y-тің 6 дәрежесі бөлу кездесіп тұр, жақша қалып қоямын. Екінші өрнек X-тің 10 дәрежесі болады, көбейту Y-тің 6 дәрежесі. Бұны да жақша алам, көбейту X, Y. Тең. Енді осы жерде біз арғарай амалдарды орындаймыз. Қалай орындаймыз? Бірінші X-терді жазамыз. X-тің 12-сі бөлу X-тің 10-ы деп тұр, демек азайту болады. Көбейту X болып тұр, демек қосу 1 болады. Көбейту Y жазам енді. Y-тің 6 дәрежесі, азайту 6, қосу 1. Мына жерлерде дәреже жоқ болғандықтан 1-ге тең болып тұр дәрежесі. Түсінікті? Тең.
Енді бізде x-тің 12-сінен 10-ды азайтамыз, 2 қалады. Оған 1-ді қосамыз, 3 болады. X-тің 3 дәрежесі. Көбейту. Y-тің 6-сынан 6-сын азайтсақ 0. Оған 1-ді қосамыз, қайтадан Y шығады. Сонда жауап осылай болады екен. Егер мына жерде 1 болмайтын болса, 6-дан 6-ны азайтқанда 0 болып кетеді ғой, онда кез келген санның 0 дәрежесі ол 1-ге тең. Сөйтіп, мына жерге еш нәрсе жазбайтын едік та, x кубтың өзі ғана қалады еді. Бірақ бізде 1 бар, сондықтан 6-дан 6-ны азайттық 0, оған 1-ді қостық, қайтадан y-тің 1 дәрежесі шықты. Y-тің 1 дәрежесі y-тің өзіне тең. Түсіндік, осылай 9-да 3-ті де ықшамдаймыз. Ықшамдап болғаннан кейін барып мәнін қоямыз. А-ның мән, М-ның мән, N-ның мән деген сияқты. Ықшамдамай тұрып қоймаңыздар. Өйткені ол өте ұзақ болып кетеді, қиын болып кетеді сіздерге. Сол үшін бірінші өрнекті ықшамдап алу керек, одан кейін барып мәнін қою керек. Бүгінгі тақырып түсінікті болды ма? түсінікті. Егер түсінбеген жерлеріңіз болса, видеоны тағы да бір рет көріп шығасыздар. Ал барлығы түсінікті болса, 9-да 1, 9-да 2, 9-да 3-ші есептерді орындайсыздар. Бүгінгі тапсырма осы. Жақсы, онда сау болыңыздар. WhatsApp-та кері байланыстарыңызды күтемін. Сау болыңыз. Жақсы, сау болыңыз.